Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз ДНК лабораториясын дейік. Мысалы, Қазақстанда осы лабораториялар біраз бар. Соның бірі бүгін Микрорит деген компаниясы. Соған біз келіп, видео шолуымызға қош келдіңіздер. Ал Ерназ Мырза, енді мында сіз өз тарапыңыздан сұрайын дегеніміз, келешекте жоспарларыңыз S&P STR дегенге де өту бар ма? Ол бірінші. Келешекте қандай да жоспарларыңыз бар? Мысалы, Қазақстан бізде орташа жоспар бойынша қанша ірі қара малдың ішінде исследование жасап отыру дегендей. Енді біздің Қазақстан ауыл шаруашылығы үлкен мемлекет болып саналады. Сондықтан да осы жағынан да бір сөз бар ғой, елім маған не істей алады деп сұрама, мен еліме не істей аламын деп сұра деп. Жаңа бағаны біз жақсы баға қойып отырған себебіміз де осы шаруаларға азырақ жұмыстарын жеңілдету үшін қазіргі заман нарықтың жаңағы септігіне байланысты біз жақсы бағаларды ұсынып, яғни болашақта жоспарымыз осы кеңейтіп, істей алатын жұмыстарымызды бәрін істеу осы лабораториямызда қолымыздан келгенше. Қазірше біз енді жаңадан нарыққа кіріп жатқан компания болғандықтан STR бойынша бастап, егерде ары қарай заманның талабына байланысты мемлекет тексеру бағытынан егерде S&P-ге көшетін жағдайда біз S&P-ді де жасай аламыз. Өйткені бұл жерде тағы да қаржы мәселесі, біздің компанияны шетелдік компаниялар инвестиция жасап отырған себептен ол кісілерге де біз нәтиже көрсету керекпіз. Одан кейін бізде шетелдік компания инвестиция салғанмен бізде барлық жұмыскерлер, жұмысшылар, лаборанттар болсын, барлық Қазақстан азаматтары ешқандай ондай бізде неше түрлі Микроритте жаңағындай сөздер жүріп жатыр, шетелдік компаниялар осындай Қазақстанның мәліметін шетелге кетіп жатыр деген сияқты неше түрлі қара жала дейміз ба, қара өтірік әңгімелер көп болып жатыр. Оған қарамастан енді өйткені біз жаңа баға политикасын түсіргеннен кейін тағы да осындай мәселелер туындауы мүмкін. Осы жерде жаңа көрермендер көріп отырғаннан кейін сіз де байқап отырсыздар, бізде барлығы қазақша жүріп жатыр. Біз жұмыскерлер барлық қазақстандық азаматтықтар болғандықтан біз өзіміздің елімізге өзіміздің көмегімізді көрсету үшін жұмыстарды жасап жатырмыз. Керемет. Ал мында S&P методикасы сіздерге бұл қатты күрделі бола ма өту? Жоқ, S&P негізінде қатты күрделі емес. Әрбір салада болсын, мысалы мал шаруашылығы болсын, жаңа адамдардың генетикасын зерттеу болсын, әкелікті анықтау негізінде классикалық ол STR. STR жеткілікті. Өйткені бізде қазіргі жаңағы IAS системаға енгізу ол әкелікті анықтау. Әрине. Ол жеткілікті. Ал егер де S&P-ге көшетін болса, ол нақтылығы оның көретін локустары, яғни 200-300 мыңға дейін көруге болады, миллионға көретін оборудованиялар бар. Олардың бәрін жасауымызға болады. Ол тағы да қаржы мәселесіне сұранысқа байланысты. Егер де біз жарайды компания S&P-ді алып келдік дерлік, тек қана мал шаруашылығына S&P-ді жасап, ол жылына егерде 1000 ғана образец, мысалы 2000 образец қызық емес, ол нарықтық несіне қақталмай қаламыз. Егерде осы STR-ды жасап, жеткілікті нәтиженің барлығын талаптарына сәйкес істей алсақ, STR негізі әкелікке менің ойымша жеткілікті. Жақсы. Мында тағы да мынандай сұрақ туындайды. Мысалға бізде ірі қара малдың тек қана Қазақстан емес, көрші елдерден де алып келіп сіздерге осы исследование жасауға проблема жоқ па? Біз жаңа Астанада құрып отырған себебіміз осы орталық Азияны қамтамасыз етіп, біз жаңа басында айтып кеткендей, біз тек қана жаңағы исследованиелерді зерттеу жұмыстарын емес, біз жаңағы расход шығын материалдарында біз өндіреміз және сатамыз. Яғни болашақта біздің жоспарымыз жаңағы Орта Азия мемлекеттеріне осындай ұсыныстарды жасап, реагенттер болсын, расходный материалдар болсын, немесе услугилар болсын, барлығын біз өзіміздің елімізде өндіруді ең соңғы жоспар ретінде қойып отырмыз. Егер де сұраныс болатын болса, біз осы Назарбаев университетінде технопарктер бар, немесе бізде жаңа Астанада индустриалдық зоналар бар, аймақтар бар. Сол жерде біз егер де өзіміздің жергілікті реактивтерімізді өндіріп шығуға жоспар бар. Жоспар бар. Егер де нарық
талап ететін болса, сіздерде ары қарай өсуге де жоспарларыңыз бар. өсуге жоспар бар. Өйткені қазір біздің елімізде де осы биология, биотехнология жағынан көптеген қолдаулар жүріп жатыр. Жоғары ғылым министрлігі болсын, немесе үкімет тарапынан. Неге біздің өзіміздің елімізде сондай өндірістер болмасқа? Егер де нақты нарық болатын болса, біз қазіргі жасап жатқан жұмыстарымыз осы нарықты зерттеу, бағаны түсіріп, қаншылықты біз заказ ала аламыз, қаншылықты біз жылына жасай аламыз. Егер де шынымен нарық көп болатын болса, біз өндірісті де осы жақта көбейтіп, кейін мүлдем бағасы одан да арзан болуы мүмкін. Өйткені жергілікті өзіміздің өндіріс болатын болса. Әрине, әр қадам өзіміздің жерде Қазақстанда өндіріліп сайын оның да құны да арзандауға шыға бастайды. Және де бұнда тұрақтылық пайда болады. Саламатсыз, есіміңізді жаңа Есімім Ақылбек Айдана. Қуаныштымын. Енді міне біз лабораторияның ішінде қазір ішіне кіріп отырмыз. Бәрлері киіндірді, бәрімізді осы жай ғана кіруге болмайды. Осы жерде түсіндіріп айтсаңыз, енді жұмыс жасап отқан кезде, бірінші алып келген кезде шаруашылықтардан ірі қара малдың, біздің енді случайда ірі қара малдың несін жібереді. Қай жерден алғаны дұрыс, сосын қандай сіздер процедура бастайсыздар, қай уақытта сіз жауабын бересіздер, сол туралы бастап айтсап кетсеңіз. Ірі қара малды жіберген кезде, биологиялық материалын жіберген кезде, шаш бөлігін жібереді. Оның ішінде жалдан немесе құйрығынан алған шаштар кәдеге жарайды. Шаштың луковица деп аталады. Түбі болуы, прям көрініп тұруы өте маңызды. Және шашты алған кезде барлығын біркелкі ұстап тұрып жылып алып, оны жаңағы неге салған кезде, конвертке салған кезде прикреплять етіп, барлығы бірдей деңгейде тұрғаны өте маңызды болып табылады. Дәл солай алып келсе, ол да бізде жаңағы зерттеудің тезірек жүруіне, бізге ыңғайлы болуына септігін тигізеді. Көлемі қанша болу керек? Көлемі методикалар бойынша 50-70 деп аталады, деп көрсетіледі. Бізге зерттеу үшін 20-30 жеткілікті, бірақ бір кейде болады, бір нестегеннен шықпайды, сонда 2-3 рет шыққан, сонда бір 70-80 қылшықтай керек да. 50 мен 100-ның арасы деп айтайын. Мен өзім практика жүзінде малға жылған кезде, мен өзіме жеке қандай практика бір қаламның несін көретін, қаламның толщинасы ретінде дегенге, значит, сол количествосы жеткілікті деп есептейтін. Жеткілікті деп есептелінеді, Ал сіздерге келген кезде қандай процедурадан бірінші басталады? Бізге келген кезде біз негізі өзіміздің аккредитация бойынша журналдарымыз бар, белгілейтін жерлеріміз, тағы басқа толтыратын нәрселеріміз бар. Оны бөлек толтырып болғаннан кейін лабораторияға алып кірген кезде бізде бірінші мына жерде пробоподготовка дейді. Біз бірінші дайындап аламыз. Шаштарды бір қараймыз, оларды қиямыз, оларды пробиркаларға салып, келесі этап жаңағы ДНК бөлу этапына уже алып кіреміз. Бұл жерде мына жерде біз образец шығарып қойдық, көрсетуге арнап, көрсетуге болады. Мысалы, мынау қыл шаштарының үлгісі, мынандай нелерге салынған. Сізде конверттеріңіз жеке өздеріңізді, біреуін алса болады ғой? Иә, болады. Жеке нөмірін. Инжі, датасы барлығы жазылған, қандай хозяйстводан кім алғаны және жазылған. Мына жерде міне қарасаңыздар шаштың тамырлары бүйтіп көрініп тұрады луковицасы. Және олардың барлығының бір деңгейде болуы өте маңызды. Алған кезде алып, жаңағы мысалы 10 шақтысын бүйтіп алып, бірге қиғанға өте ыңғайлы болды. Жаңа сіз айтып отырдыңыз, мұнда маңыздысы шаруашылықтарға айтайық дегеніміз, нөмірлерін шатастырып алмау керек, дұрыс қой да? Ең маңыздысы нөмір мен жаңа да шаруашылықтың аты. Ертең енгізген кезде, сол кезде маңызды рөлін атқарады. Образец келген кезде инжасына қарап, біз инжасын өзімізге журналда белгілеп алып, оған өзін лабораторияға номер присвоить етеміз. Лабораториялық номерді өзіміз присвоить, ДНК номерді. Сосы ары қарай уже лаборатория этапы бойынша осы номермен, мысалы 95-ші номер, осы номермен ары қарай біз жұмыс жасаймыз. Сосын, мысалы, пробоподготовка кезінде пробиркаға мысалы аламыз ғой. Шаштарды қиып алған кезде, мына жақтағы шаштарды пробиркаға қиып алған кезде, мына жерде уже 95-ші номер деп кетеді. Бұл уже ары қарай барлық этаптарда 95-ші номері болады. Сосын тек қана сертификат формировать еткен кезде 95-ші номер инжасы ол осы деп бір сәйкестендіріп біз уже жаңағы ИАСқа енгіземіз.
келесі қадамдар мында сіз салдыңыздар. Пробирка күтесіздер ма? Мысалға сіз 20-30 шақты келу керек проба, содан кейін ғана исследование жасайсыздар ма? Әлде күтпей бірден мысалы 10 бастықын жіберді ма, 10 бастықын жасай бересіздер ма? Күтпей 10 бастыққа келді ма жасай береміз біз. Күтпей жасай бересіз. Күтпей жасай береміз, иә. Мына жерде мысалы образец келді, мына жерде образеціміз бар деп есептейік, иә. Жаңағы қиып алдық, мына жерге келді. Бұдан кейін бұны біз ары қарай уже выделение ДНК ар жаққа екінші этапқа береміз. Екінші этап. Бірінші қадамы, екінші келесі қадам. Ал мына біз екінші процедурасына өттік. Өткеннен кейін келді, сіз осы нелерді қосымшалар қосып, жаңа челик істейсіз өзіңіз процедураңыз бойынша. Бұл этап ДНК бөлу этапы деп аталады. Получается, бізде шаш үлгілері бар. Осы шаштың барлық жаңағы нелерін құрамында белок бар, РНК бар, басқа да жаңағы нелер бар. Солардың барлығынан ДНК-ны бөліп алу керек. Сіздің мақсатыңыз сол, біздің мақсатымыз сол. Ол үшін бізде жаңағы химиялық реагенттерді пайдаланамыз. Бізде қазір осы жаңағы КРС-тен челикс деген реагентті пайдаланамыз. Оны біз ерітінді түрінде пайдаланамыз. Арнайы ерітінді жасап қоямыз алдын ала и пайдаланамыз. Протеиназа К бұл жаңағы құрамында белоктарды, протеиндерді шығарып, ішіне ДНК бөлуге арналған. Бұл жерден біз ДНК-ның өзін ғана бөліп алғаннан кейін, одан кейін біз уже ары қарай келесі этапқа жүреміз. Келесі этапқа да қадамға өтеміз. Жүріңіз, келесі қадамға. Бізде жаңа ДНК этапы өтті ғой. Сол ДНК-ны біз қаншалықты көлемде бөліп алдық, оның сапасы қандай, соны білу үшін біз нанодроп деген аппаратты пайдаланамыз. Ол ноутбук, компьютерге қосылған программасы бар өзінің. Сол программадан нанодропқа жаңағы нелерді капать, ДНК-ны тамшылату арқылы, біз оның несін мөлшерін анықтап алып, одан кейін келе ма келмей ма дегенде, оны қайттан қайтарып жібересіз, келмейтін болса, мұнда сол осы құрылғы сізге қаншалықты көлемі көп па, аз ба, бізге керегі мысалы 2 нанограмм қана келесі этапта, ал бөлінуі 30 нанограмм болуы мүмкін, 200 нанограмм. Әр қадамда өзінің нелері бар. Мұнда құрметті оқырмандар, көрушілер, стандарттары. Мұнда мысалға екінші стандартты өтпей қалды ма, оны артқа қарай қайтарып жіберді деген. Сол секілді мұнда да қазір келді, реагенттері дұрыс бөлінбей қалды, сәйкес келмей қалды, оны артқа қарай қайтарып жіберді. Осы маңыздысы болып жатқан бізде жаңа қылшықтарын аз жіберіп қалған кезде, сол аз бөлініп қалды. Осы мәселе бізде көбісінде практика жүзінде біз қандай программа кездескенде ДНК тапсырады, ДНК тапсырған кезде қайтарылады. Өйткені шықпай қалды, көрінбей қалды, технический нелері болып қалды дегенде. Мен осы енді көзбен көріп түсініп отырмыз. Не себепті осы артқа қайтарып жіберетіні, қайттан жаңадан қылшық алып келіңдер. Дәл солай. Түсінгеніңіз. Ары қарай бұл мөлшерін белгілеп алғаннан кейін бізге жететіндігі осынша нені аламыз, бізге осы жетеді дегеннен кейін біз уже келесі этапқа өтеміз. Керемет. Келесі қадамға да? Келесі этап, 2-3 этап қалды әлі. 2-3 этап. Бесеу болып тұр ғой да? Лабораторная өзі 6 этаптан тұрады. 6 этаптан одан кейін отцовствосын есептеу бір бөлек, оны ИАС-қа енгізу бөлек. Ол соңғы қадамдары деп айтады. Акт, жаңағы нелердің бәрі сертификаттарын толтыру, ол вообще бөлек. Соңында. Мүлдем бөлектер, Одан кейін жаңағы біз образецтерімізді алып келеміз. Алып келгеннен кейін бұл жерде бірінші жаңағы ПЦР, полимеразная цепная реакция, полимераза тізбекті реакция жүргіземіз. Оны біз мына аппаратта жүргіземіз. Ол бізге не үшін қажет? Біз жаңа ДНК-ны бөліп алдық қой, бізде ДНК-ның количествосы примерно ДНК бөлшектері осындай бір примерно кішкентай количествода. Біз оны одан кейін капиллярный электрофорезге қою үшін біз осы тізбекті біз миллиондаған копиясын алуымыз керек. Полимераза тізбекті реакция деген ол дәл сол қызмет атқарады. Температураны көтеру түсіру арқылы ДНК-ны миллиондаған копияға есе қылып көбейтеді. ДНК-ны. Ол үшін бізге жаңағы қалай айтады? Реагенттер ол. Мастер праймер қосамыз, мастер микстің құрамында так полимеразасы бар. Әрқайсының өзінің бұл уже коммерциялық наборлар болып табылады. Бұл уже өндіруші ішіне барлығын, керек нәрселердің барлығын қосады. Положительный контроль деген бұл жаңағы оң контроль. Бұл осы контрольге қарап, сіз өзіңіздің бұның уже несі генотипі белгілі.
протоколда жазылып тұр. Осы сіздегі шыққан генотиппен сол протоколда генотипті салыстыру арқылы сіз өзіңіздің процедураңыздың дұрыс шыққанын шықпағанын көресіз. Аха. Одан кейін теріс контроль деген де бар. Ол жаңағы выделение кезінде пустой пробирка болады. Сол пустой пробиркаға сіз образецтерге қандай реагенттер құйдыңыз, соның бәрін құясыз. Неде ПЦР-де соны жүргізесіз. Электрофорограмма барлығын сіздің соңында ол пустой ғой, баста ДНК болған жоқ, ол пустой болып шығу керек сізде. Егер де ішінде кішкене ДНК бірдеңе болып шықса, значит сізде контаминация болды деген, ластанды деген сөз. Ластанды. Мұнда бір сұрақ қойсақ, мұнда сіз жаңа оның алдында айттыңыз ғой, 4 направлениеңіз бар. Енді криминалистика деген ірі қара малдікі дейік, барлығы бір осы немен бойынша келе ма? Жоқ, бұл тек ірі қара малдікі ғана. Бөлек, да? Бұл реагенттер уже дайын, уже коммерциялық, жаңа сіз айтып отқаннан кейін дайын өзінің бөлек ірі қара малдікі. Ірі қара малдікі. Сіз енді бұл түсінгенім бойынша микрорит өздеріңіздің не да шығарылады? Иә, өзіміздің набор бойынша. Келесі қадамымыз енді бұдан бөліп шыққаннан кейін. Бізде полимераза тізбекті реакция біткеннен кейін бізге келесі этап уже капиллярлы электрофорез деп аталады. Біз капиллярлы электрофорезде анализаторларды пайдаланамыз. Анализатордың бізде екі түрі бар. Мынау Секи студия бұл аз объемды образецтерге арналған. Бұл жерде бір уақытта 45 минутта 4 образецті бір уақытта анализировать етіп береді. Жаңа мен оны айтқаным сонда 10 басты жіберетін болса, кішігірім болса, сіз күтпейсіздер, бірден жіберіп жасай бересіздер. Егер де үлкен объем болатын болса, көп болатын болса, біз 37-30 XL дегенді пайдаланамыз. Бұл жаңағы мысалы 45 минутта 4 образецті істейтін болса, бұл 45 минутта 96 образецті бірден анализировать етіп береді. Мұнда 96 образецті бірден, мұнда 4 образецті. Оң бақылау, теріс бақылау, солардың барлығын қосқанда 96 образецті бірден егеніңіз, 80-90 мүмкін. Түсінікті, примерно плюс-минус дегеніміз. Бірақ 96 образецті бір уақытта анализировать етеді. Үлкен объемға арналған. Жаңа бізде лабораториялармен келіскен көрген кезде бізге айтатын, біреу бір несі толмай, ол қымбатқа шығып кетеді дейді. Осы ғой сол айтылып жатқаны. 36 деген сөз, мына 36 бір плашка 36 лункадан тұрады. Әрқайсысын толтырмай, әрине жартысын қойсаңыз, мысалы біз 37-30 XL деген жартысын қойсаңыз, әрқарай қалғаны бос болып қалады, бірақ бір уақытта ол барлығын жасайды. Сонда сізде кішкене орындар бос болып қалып, шығын болып қалмайды. Міне енді түсініп отырмыз. Біз оның алдында мынандай проблемалармен кездестікті, бізге жіберген кезде кем дегенде толмайды, қымбатқа шығып кетеді, сол осындай, осы міне құрметті көрермендер, осы түсіндірейік дегеніміз, осы толмай лаборатория салған кезде 45 минуттық исследование жасаған кезде сол осы шығынды көбейтетіні. Сол себепті әрине лабораторияға шығынды азайту үшін бұны толтырып бірден салғаны жақсы де. Бірақ жаңа айтып отқандай 96 образец салынса, және де қасына осыны толтырып тастауға, 10 тағы қосымша салып тастауға, және ол күні бойы істеп тұра беретін. Тоқтамай істеп тұра болады. Бізде енді қараңыздар, ISAC-тың несі бойынша, қадамдары бойынша сіздер реагент исследование жасап болғаннан кейін сіздер мысалы міндетті түрде сақталып тұру керек. Өйткені ертең мүмкін бір реагенттер сәйкес келмей қалды ма дегенде қайтадан шығарып исследование жасай салатыны. Солды сіздер де орындайсыздар ма, ол тарапты қалай істейсіздер? Бізге келген түскен әрбір шаш үлгілерін біз негізі законодательство бойынша жоқ, қанша жыл сақтау керек деген. Бірақ біз барлығын сақтаймыз. Бізде барлығы шаш үлгілері шкафта сақталып тұр. Ал бөлінген ДНК қалған, мысалы біз негізі зерттеуге алып кеттік қой, қалған ДНК-ны біз морозильникке сақтап қоямыз. Барлығын сақтап, нумеровать етіп, осы заказдікі мынау, мына заказдікі мынау деп барлығы морозильникте бізде тұр. Бүкіл сіздер жасаған нелерді, образецтерін, ДНК-ларын. Кез келген уақытта тауып, қарауға болады. Проблема ол жағынан болмайды. Бізде не себепті мен сұрап отқаным, білесіз бе, не себепті біз қайта-қайта ол сұрақты көтеретініміз, бізде кейбіргі жануарларда, мысалға ірі қара малды жіберген кезде атсос әкесі сәйкес келмейді. Бірақ сол шаруашылықтың өзі айтады, мүмкін емес, мен нақты білем, бұл мынаның әкесі, бірақ лабораторияны алдай алмайды ғой. Бұл сол кезде мысалы ондай проблемалар болып қалғаннан кейін, мүмкін ол человеческий фактор дейді ғой, нөмірін дұрыс жазбай қалды, сәйкес болмай қалды. Сол себепті осы лаборатория нақты дәлелдеп бере алады өзінің істеген исследованиялар. Бізге келген кез келген шаш үлгісі, кез келген материал бізде тұрады, ешқайда кетпейді. Керемет, жақсы. Ал енді бізде бүкіл қадамдарына өткеннен кейін осында келіп компьютерға сізде лабораториядан келіп несі жауабы келеді, капиллярный электрофорез өткеннен кейін бізде ол результаттың барлығын біз GenMapper деген
программное обеспечение арқылы оқимыз. Бұл программное обеспечениеде біз генетический профиль осылай аламыз. Мысалы, бір жануардың генетический профилі осылай болып белгіленеді. Бұл жерде 19 локус бойынша, әрбір сары, жасыл нелері, бұлар локустың аттары. Ал мынау цифрлар, которые бет шығып тұрған пиктер, бұлар аллельдер. Әрбір локус бойынша максималды 2 аллель шығады, бір немесе 2 аллель шығады. Бұл мысалы әрбір сиырдың генетикалық профильдері болып табылады. Былай мысалы әртүрлі генетикалық профильдер шығады. Сосын бұны бірінші біз анализировать етіп, әрқайсы қандай цифрға, қандай аллель шықты, не шықты, барлығын генетикалық профильдерін алып алып, содан кейін уже жаңағы отцовствосын анықтайды. Ол жақта да программаны пайдаланамыз. Ол бөлек программа арқылы. Ол жақта да программа пайдаланамыз. Өзіміз де қарап, мысалы, былай қараған кезде, мысалы, бір жаңағы профильде қараған кезде, мынау локус бойынша, кез келген локус бойынша, 19 локус болсын, 15 локус болсын. Қазақстанда барлық лабораториялар 15 немесе 12 локус бойынша. 12-15. Бұл айырмашылығы, мысалы, бір локустан 2 аллель шықса, мына бір аллелі әкесінен, бір аллель анасынан беріледі. Біреу әкесінен, біреу анасынан беріледі. Сондағы әкелікті анықтау кезінде қандай заң бойынша біз қараймыз деген сөз, жаңағы баласы мен әкесінің арасындағы әрбір локус бойынша кем дегенде бір ортақ белгі болу керек. Бір-біріне сәйкес белгілі болу керек. Мында қараңыз, енді сұрақ сізге 19 локус дейсіздер да, жасап отқан исследованияларыңыз. Бұнда әкесін жіберді және де баласын жіберді дейік. Сіздер 19 бойынша сәйкестендіресіз. Ал енді оның алдында оның әкесі басқа лабораторияда жасалды. Оның локусы 15 қана. Сізге баласын ғана жіберді. Сіз сол 15 пен сәйкестендіріп анықтай аласыздар. Оқи аласыздар ғой бір-біріңізді. Әрине. 19 локус бойынша әрдайым 19 сізде сақталып тұра ма? 19 локус. Жоқ, біз 19 локус бойынша өзіміз үшін қараймыз, бірақ ясқа біз 15 локустан. Түсінікті. Бары 15. Себебі Қазақстан бойынша 15. Әрине. Мұнда маған не себепті сұрап отқаным, 19 дегенім, жаңағыда кейбірге аллельдері дұрыс көрсетілмей қалған кезінде сіздер өзіңіз тарапыңызда, мысалы 19 қалған 4 аллельді қарап локусты солмен сәйкестендіре аласыз ба дегенде, өзіңіз егер де лабораториясында әкесінде жасадыңыз, баласында жасадыңыз. Егер де әкесінде баласында біз жасайтын болсақ, әрине оны біз қарап аламыз. Егер де мысалы баласын ғана бізге әкеліп тұр, әкесін басқа лаборатория жасайтын болса, біз ана лаборатория егер 15 локус бойынша результат шығарса, біз тек қана 15 пен ғана салыстырамыз. Қалған 4-ін біз білмейміз. Әрине. Мұнда бірақ сіз сол айтайын дегенім, 19 локус жасап отқандарыңыз, ол жеке өздеріңіз үшін тарапыңызда 19 локус дегеніміз, мысалы, бір қараған кезде картинаны, сізде обзор обширный, 19 локус. 12 локус вообще вот так, былай қарайсыздар. Біз өзіміз тарапымызда сұрап отқанымыз не себепті? Өйткені кейде болады, локустар сәйкес келмей қалды, немесе бұл бір бұқадан шыққан 2 ағайынды бұқа, соның локустар сәйкес келіп қалуы мүмкін дегенде. Сонда сіздер шире қарайтын. 12 локустан қарасаңыз, 12 локустан әкесі мен баласы сәйкес келіп тұр, бірақ 19-дан неге сәйкес келмейді деген сұрақ туындайды. Әкесі болып шығады, егер әкесі болса. Егер 12 локустан ағайындылардың өзінде совпадение, нечаянно совпадение болып қалуы мүмкін да, әкесі мен баласы деп берді. Ол жерде лабораторияда мысалы былай қарап тұрса күнәсі жоқ, егер де оларды реагенттер саны 12 болса, заңда тек 12 15 локусты қарады, 15 локус бойынша қарап шықты. Енді қазіргі заман қарқынды дамып жатыр ғой. Егер де 19 локус болса, уже сондай набор болса, неліктен 12 мен әзірше жұмыс жасаған. 19-ға көшкен дұрыс деген. Көп рахмет. Енді істеріңізге сәттілік. Көп рахмет. Біраз затты түсіндірдіңіз, айттыңыздар. Енді біздің көрермендерге де бәріне де түсінікті болар деп сенеміз. Міне қазір өзіміз келіп, өз-көзімізбен көріп отырмыз, қандай да соңғы деңгейде салынған лабораторияны. Бұл не себепті біз Ақбас палатасынан және де басқа ірі қара палаталармен бірігіп кольцевой тест дейміз, соны жасаймыз. Бұл осы лабораторияда істелініп жатқан нәтижесін біз шаруашылықтарға жеткізу және де ол нәтижесі дұрыс болу. Осы бізге маңыздысы болып табылады.